дұрыс тәрбиелеуіне де, жастайынан білімге қызықтыруына да әке шешенің тәрбиесі қатты әсерін береді. Қанша білім ізденіп жүрген азаматтардан, бауырларымыздан естіп жатамыз, басында ата-анасы қарсы болған. Сондай бауырларымыздың бірі, мысалы, яғни өзінің басынан өткен оқиғаны айтып береді. Мектепті өте жақсы оқыған, қызылмен оқыдым. Сөйтіп, мешітке барып жүріп, намаз бастадым, әліппені үйрендім. Осы ислами білімге деген қызығушылығым артты дейді. Кейін қаладан ауылға оқуға барғым келді. Сонда ата-анам қарсы болды деді. Ата-анам қарсы болды. Сенен үлкен математик, үлкен физик, сондай ғалым шығатын адамсың, сен болсаң ескілікті оқимын дейсің деген секілді осындай сөздермен қатты қарсы болды дейді. Бірақ жүрегіндегі шариғат білімі деген қызығушылық, сағыныш басылмаған. Сонымен 9-ды бітірген кезімде дейді, 9-ды бітірген кезімде бір күні киімдерімді жинадым, сөйтіп ініме айттым деді. Қазір мені шығарып саласың, мен автобусқа отырып кеткеннен кейін, бір 2 сағаттан кейін шамамен Шымкентке жетті деген кезде, үйде ата-анама айтасың, іні балаларыңыз осылай оқуға кетті деп айтасың деп, інісіне айтып, солай автобусқа отырып мініп кеттім деді. Басында қарсы болды, жылады, бірақ әйтеуір соңында таңдауыма көніп разы болды дейді. Сол бауырымыз қазір, альхамдулилля, білімін алды, Құран жаттады. Бірақ айтады, ата-анам өзі намазхан болғанда, шариғат біліміне қызығушылығы болғанда, мүмкін одан алдынырақ сол білімді оқуға, Құранды ертерек жаттауға мүмкіндік болар ма еді деген секілді ойды айтады. Шынында да кейде ата-ананың қарсылығы адамға бөгет болып жатады. Білім алуына бөгет болып жатады. Ал енді ата-ананың өзі шариғат біліміне қызығатын адамдар болса, онда бұл сенің жастайыңнан білім алуыңа өзінің сондай жақсы әсерін береді.